потолок, натяжной потолок. Және мына жерде көрсететін погреб бар. Осы бөлменің жартысын алып тұрады. Спальный, жатын бөлме. Мынау бізде зал екен. Потолок гипсокартон. Леонардомен тартылған. Стенасы Леонардо. Ассалаумалейкум оқырмандар. Бүгін бізде тағы бір түсірілім. Алатау ауданы Шаңырақ 2-де Аристов 78-ші үй. Бүгін сіздерді осы үймен таныстырамын. 6 соток. Газ бар. Мына үйдің жанында тағы бір есік бар екен. Мына жерге дейін. Бұл жақта квартиранттарға арналған өзінің бөлек есігі бар. 6 бөлмесі бар екен. Айтып өтсеңіз. Топкасы бөлек па бұлардың? Бұларда центральный өзімізден жанатын газовый отопление, ішінде су бар. Бәрі 2 бөлмеден и прихожка кішкене коридорный. Далада туалеті, далада душы. 2 квартира үлкен, 3 бөлмеден. Қалғандары 2 бөлмеден и прихожка. 6 квартира. 6 квартирасы бар екен. Бизнес қалап жүрген кісілерге ыңғайлы екен. Ай сайынғы доход. Үйді алсаңыз, ай сайын ақша өзі ақ сіздің үйіңізді ақтайды. 400 мың шығып тұр ғой айына. 4-5 жылда алған үйіңіздің бағасын ақтап шығасыз. Үйдің бағасы қанша дедіңіз? 60 миллион. Келісуге болады, сөйлессек болады. Келіп сөйлессеңіздер болады. Толық нөмірі төменде описаниеда қалдырып кетеміз. Достар, каналға жазылып кетіңіздер. Лайк, комментарий. Мына үйге кірген кезде есіктің ауласы толық навес. Астымызда брусчатка. Сол жағымызға қарасақ тапчан. Үйдің толық ауласы навеспен жабдықталған. Үйдің көрші аумағы арақашықтығы 2 метр. Бір ғана машина кіруге ғана болады екен. Ал келесі үйдің алса топка, газ тұратын, газ, стиральный машина. Және ары-қарай үйге кіреміз. Үйге кірген кездегі кіреберіс дәлізде бар болады. Киім шешетін. Жылы еден. Оңға қарай бұрылсақ, бізде бұл жақта туалет, санузел бөлек екен. Пешті осы жерден регулировка қойсаңыздар болды. Бұл жақта бізде туалет. Кірген кезде оң жағымызда бұл жақта душ. Төбесі гипсокартон, стенасы Леонардо. Бұл жерде жылы еден. Осыдан былай солға бұрылсақ, ас бөлме және тік коридор. Мына жақта бізде ас бөлме, жылы еден. Терезесі толық екен. Үлкен терезе, жарық болады. Потолок, натяжной потолок. Және мына жерде көрсететін погреб бар.
осы бөлменің жартысын алып тұрады. Астына банкаларыңызды, қыстық тамақтарыңызды салсаңыз болады. Ары қарай. Үйдің барлық автоматтары светтің. Потологы гипсокартон, коридордың 3 бөлме. Олай оңға қарай бұрылсақ, бізде бұл гардероб. Заттарыңызды салып тығып қойсаңыздар болады. Және мына бөлмеде спальный, жатын бөлме. Парабойы чугунный. Терезесін байқасаңыздар, онда терезесі үлкен екен. Потолок бізде натяжной. Арнайы портрет қоятын орындар жасалыныпты. Және осыдан сол қарай болсақ, бізде зал. Мынау бізде зал екен. Потолок гипсокартон. Леонардомен тартылған. Стенасы Леонардо. Терезесі пластикалық. Парабойы чугунный. Бұл жерде бізде 3 бөлме тұр. Балалар бөлмесі. Ол жақтан басасақ. Ұлдар бөлмесі екен. Және келесі бөлме. Бұл жақ қыздар бөлмесі. Және мына жаққа тағы бір балалар бөлмесі.